Қайырлы күн достар, назарларыңызға Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының басты жаңалықтарын ұсынамыз. Мәжіліс депутаттары Бақтықожа Мұхамбетов, Нартай Сәрсенғалиев және Снежан Имашева Батыс өңірінің тұрғындарымен кездесіп, бірқатар нысандарды аралады. Сонымен қатар, өткен жылы еліміздің 8 өңірінде бастау алған қаржысыз қоғам жобасы биыл да жалғасын табатын болады. Өтінімдер 8 ақпаннан бастап қабылданады. Жол картасының орындалуы бойынша өңірде жыл басында бірқатар нысандар ашылды. Мәселен, Бәйтерек ауданы Садовой ауылында 108 орындық жалпы орта білім беретін мектеп салынды. Бөкейорда ауданы Мұратсай ауылында және Казталов ауданы Қараөзен ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салынса, Казталов ауданы Бостандық ауылында дәрігерлік амбулатория қолданысқа берілді. Сырым ауданы Бұлан және Жамбыл ауылдарында су құбыры іске қосылды. Мобильді қоғамдық қабылдауға келген тұрғындардың мәселесі оң шешімін табуда. Мәселен, 15 жылға жуық Қазақстан Республикасының азаматтығын ала алмай жүрген ауыл тұрғынына партияластар 4 айдың ішінде көмектесіп, басты құжатын алуға жәрдемдесті. Депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелерінің ықпалымен қаладағы қоғамдық көлікте жүру ақысы Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, 7 жасқа дейінгі балаларға және бірінші топ мүгедектеріне және де басқа да әлеуметтік категорияларға тегін жүруге, ал зейнеткерлерге, оқушыларға және де екінші, үшінші топ мүгедектерге және мүгедектерді алып жүруші адамдарға 50% жеңілдік берілген болатын. Міне достар, бұның барлығы да нақты істердің дәлелі. Алдағы уақытта да сіздермен жолығатын боламыз. Көріскенше.